Құрметті көрермендер, мен Мерген жалпы орта білім беретін мектебінің 10 сынып оқушысы Сатыбалдиева Гүлден Мендеш қызымын. Психология дегеніміз адамның ішкі әлемін зерттейтін ғылым. Біздің не ойлап жүргенімізді, не сезіп тұрғанымызды және дәл солай әрекет еткеніміздің бәрі осы ғылымның саласы. Мысалы, біреу мақтаса қуанып қаламыз, ал біреу жаман сөз айтсақ, көңіліміз түсіп кетеді. Емтихан жақындаса қобалжи бастаймыз. Бұның бәрі эмоция. Ал эмоцияны түсініп басқаруды біз осы психология саласы арқылы үйренеміз. Соған сәйкес бүгінгі тренингіміздің басты тақырыбы эмоцияны басқару, өзіңді танудың бір жолы. Әрқайсымыздың өмірімізде түрлі жағдайлар мен стресс сәттері болады. Ал осы эмоцияларды басқару мен оларды дұрыс бағытқа пайдалану өмір сапасын айтарлықтай жақсарта алады. Неліктен эмоцияларды басқару маңызды деген сұраққа келетін болсақ, эмоцияларды басқару өзіңді танып, өз сезімдеріңді түсініп, оларды басқара білу. Ал бұл тек психологиялық саулықты сақтап қана қоймай, өмірдегі әрбір жағдайға дұрыс реакция білдіруді үйретеді. Эмоцияларымызды түсініп, оларды реттеудің жолдарын білу арқылы біз іштегі тепе-теңдікті, қарым-қатынастарымызды сақтай аламыз. Бүгінгі сіздерге өткізетін сабақ тренингінің тақырыбы эмоцияны басқару, өзіңді танудың бір жолы. Және осыған байланысты мен сіздерге кішігірім тренингтер өткізгім келеді. Сондықтан осы жерге жинала алсаңыздар. Қазіргі өткізетін тренингіміздің аты эмоциялы шар, яғни мен сіздерге қазір осы шарды лақтырам. Және осы шарды ұстаған кезде мен сіздерге бір эмоцияны айтам. Соны қай кезде сезінгендеріңізді маған жеткізетін боласыздар. Мысалы, қуаныш. Біреу жылы сөз айтқанда мен қуанып. Күлкі. Маған бір балалар әзіл айтқан, достарым әзіл айтқанда қуанамын. Бақыт. Мен өзім қуанғанды бақытты болғанмын. Күлкі. Мен достарым немесе балаларым қатты күлдірген кезде мен маған эмоциям кетті. Менің кейде заттарыма бір рұқсат істеп жатса, мен қатты ашуланамын. Бақыт. Мен өзімді отбасылы кешкі аста бақытты сезінемін. Күлкі. Маған біреулер әзіл айтқанда күлемін. Рахмет сіздерге. Енді басқа да тренингтерге көшейік. Ал оқушылар, келесі тренингімізге көшейік. Бұл тренингіміз тыныс алуға бағытталған. Ал көздерімізді жұмамыз, ішімізден терең тыныстаймыз. Барлық уайым, ашу, ренішпен бірге шығарамыз. Жаман эмоцияларымызды шығарамыз. Көздерімізді ашамыз. Ал оқушылар, осы тренингтен кейін қандай сезімде болдыңыздар? Айта кетсеңіздер, бірін. Ойым тынышталып, өзімді жақсы жаққа сезініп, көңілім көтеріліп қалды. Санжар. Өзімді жақсы сезініп, ішімдегі бүгін тазарған болдым. Санжардан. Мен өзімді жағымды әрі тынышталғанымды сезіндім. Жақсы, бұл тренинг сіздердің тынышталуларыңызға және жаман ашу ызаларыңызды шығаруға бағытталған болатын. Балалар, сергіту сәтін ұйымдастыру жүйрек, мына жерге келе алсаңыз. Қазіргі сергіту сәтінің тақырыбы эмоцияны қырымен көрсет. Мен сіздерге белгілі бір эмоцияны айтам және соны сіздер бір-бірлеріңізге көрсетесіздер. Және осы кезде нақты әуен қосылады. Бет әрекеттеріңізбен және қимылдарыңызбен осы эмоцияны көрсетуге болады.
Тренингіміздің тақырыбы эмоциялық ассоциация. Яғни мен сіздерге бір сөз айтамын, яғни бір эмоцияны айтамын. Сіздер ойларыңызға бірден не келеді, соны айтып қаласыздар. Яғни осы эмоцияны ойлағанда қандай сөз сіздерге келеді? Жалғас, өкініш, гүлім, қуаныш, гүлім, қобалжу, таңғалу, қорқыныш, ұялу. Және сіздер оқушылар сіздердің алдарыңызға ақ бет қағаз бен түрлі түсті маркерлер берілген және осы қағазға көптеген эмоцияларды, яғни сол кездері сезінген эмоцияларыңызды түсіріңіздер. Сіздерге бар жоғы 5 минут беріледі. Осы минуттың ішінде, яғни осы уақыттың ішінде өздеріңіздің соңғы кездері сезінген сезімдеріңізді, яғни эмоцияларыңызды түсіріңіздер. Балалар, осымен суреттеріміз салуды аяқтайық. Ал енді Расул, сенің суретіңді байында кетсек, соңғы кездері қуаныштымын. Өмірім жақсы. Менің көңіл-күйім көптен қалайын шаттанды. өте жақсы. Менің суретімдегі ол қуаныштық және шаттықты білдіреді. Мен сол арқылы өзімнің эмоциямды баяндауға тырыстым. Энара, Қуанышты талап беремін. Менің осы суретте жайнап тұрған табиғатты көрсеттім. Ол менің қуанышты және еркін екенімді білдіреді. ал балалар, осымен аяқтайық. Қазіргі өтетін тренингіміздің тақырыбы эмоция және көңіл-күй. Мен сіздерге берілген бір эмоция айтамын және оны мен айтқандай эмоцияны жеткізуіміз керек. Сөйлемнің аты мен сені көргеніме қуаныштымын. Санжар, ашуланып. Мен сені көргеніме қуаныштымын. Жалғас, қуанып. Мен сені көргеніме қуаныштымын. Гүлім, жылау. Мен сені көргеніме қуаныштымын. Қидап, қорқу. Мен сені көргеніме қуаныштымын. Аман, эмоция. Мен сені көргеніме қуаныштымын. Мадина, мен сізге, Мен сені көргеніме қуаныштымын. Гүлім, бақытты. Мен сені көргеніме қуаныштымын. Еркинат, ұялу. Мен сені көргеніме қуаныштымын. Эльнара, мұғалім. Мен сені көргеніме қуаныштымын. Осылай, бүгінгі тренинг сабақты аяқтап сіздерге кеңес беремін. Эмоцияны басқару керек. Соның ішінде ең қауіпті эмоция ашулы-ыза. Ашуланғанда адамдар көп қателік жасайды. Сондықтан ашуланып тұрсаңыз, терең демалып 10-ға дейін санаңыз. Және сол кезде ақыл ойларыңызды жинақтап, сосын шешім қабылдаңыздар. Тренингке қатысқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Құрметті қатысушылар, менің өткізген тренинг сабағымның тақырыбы эмоцияны басқару, өзіңді танудың бір жолы. Және осы тренингнен қандай әсер алдыңыздар, осыны маған жеткізіп кетсеңіздер. Гүлім, қандай әсер алдың? Маған сенің тренингдегі медитация ұнады және мен ол арқылы өзімді жақсы сезінемін. Маған осы тренингтардың арасынан эмоциялар ассоциация тренингі ұнады. Мен сол арқылы қасымда жүрген адамдардың эмоцияны қалай қабылдайтынын білдім. Тренингтегі сурет салу ұнады, себебі біз сурет арқылы өзіміздің эмоциямызды білдіре алдық. Мүлдем сіздің маған тренингіңіз ұнады. Маған сергіту сәті ұнады. Сізге көп рахмет. Құрметті оқушылар, бүгінгі тренинг сабақ эмоцияны басқару, өзіңді танытқанудың бір жолы. Эмоция жайлы біршама мәлімет алған сияқтысыздар. Білген саған үлкен рахмет балалар. Сендерге үлкен рахмет айтып келемін. Сендерге тек жақсы эмоция, жақсы көңіл күй. Рахмет.